2023 жылғы 17 қарашада Жоғарғы сот кеңесінің кезекті мәжілісінде облыс соттардың алқа төрағасы мен судьяларының, аудандық соттардың төрағаларының 99 судьялық бос орындарына жарияланған конкурстың қорытындысы шығарылды. Аталған байқауға барлығы 414 кандидат қатысты. Олардың ішінде облыс сотының сот алқасы төрағасының лауазымының 5 бос орнына 36 кандидат, облыстық және оларға теңестірілген соттар судьялары лауазымының 21 бос орнына 282 кандидат, аудандық және оларға теңестірілген соттар төрағалары лауазымының 73 бос орнына 96 кандидат үміткер болды. Байқауға қатысушылар арасында кандидаттардың ең көбі, яғни Алматы қалалық сотының судьялық лауазымының 2 бос орнына 82 кандидат қатысса, ең аз Атырау облыстық сотының судьялық лауазымының 1 бос орнына 5 кандидат қана үміткер болды. Аудандық соттар төрағалары лауазымдарының бос орындары ішінде Қарағанды облысының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы лауазымына ең көп үміткерлер 17 кандидат болды. Сонымен қатар 12 аудандық соттардың, яғни Ақтөбе облысының Ырғыз және Әйтеке би аудандық соттары, Атырау облысының Құрманғазы аудандық соты, Жетісу облысының Сарқан аудандық соты, Қарағанды облысының Қарқаралы аудандық соты, Қызылорда облысының Байқоңыр қалалық соты, Павлодар облысының Аққулы және Ертіс аудандық соттары, Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов аудандық соты, Ұлытау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты, Шығыс Қазақстан облысының Күршім және Тарбағатай аудандық соттары төрағалары лауазымдарына бірде-бір үміткер қатысқан жоқ. Сонымен бірге облыстық және оларға теңестірілген соттар судьялары мен аудандық соттар төрағалары 16 лауазымдарына лайықты кандидаттардың болмауы себебінен конкурс өткізілмеді деп танылды. Конкурстық іріктеу кешенді бағалау негізінде жүргізілді. Кешенді бағалау барысында үміткерлердің заңгерлік мамандығы бойынша өтілі, ғылыми дәрежесінің, судьялар қауымдастығы мен жұртшылықтың оң қорытындыларының болуы, сұхбат нәтижелері және автоматтандырылған өңдеуге болатын басқа да көрсеткіштер ескерілді. Атап айтқанда, сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, этиканы сақтау және қарым-қабілет жөніндегі басқа да маңызды мәліметтер, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі үміткерлер туралы жұртшылықтың пікірлері зерттелді. Сонымен бірге байқау барысында азаматтардан үміткерлер сипаттайтын 1000-нан астам пікір келіп түсті. Осы ауқымды жұмыстардың нәтижесінде кандидаттардың сапалы іріктелуіне қол жеткізілді. Конкурс қорытындысы бойынша кеңес 71 үміткерлерді іріктеп алды. Оның ішінде 5 үміткер облыс сот алқасының төрағасы лауазымына, 20 үміткер облыс соттарының судьялары лауазымына, 46 үміткер аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына таңдалып алынды. Осы аталған үміткерлердің барлығы тәжірибелер судьялар. Олардың ішінде 44 судья бұрын жоғары лауазымдарға тағайындауға ұсыныс алған, 8 судья кадр резервінде тұрған. Ұсынылған судьялардың 51 ерлер мен 20 әйелдер және 8 судья мемлекеттік наградалармен марапатталған болса, 17 судьяның магистрлік дәрежелері бар. Облыс соттарының алқа төрағалары лауазымдарына орташа жастағы 48 жастағы, заңгерлік өтілдері 24 жыл, сот жүйесінде 19 жылды құрайтын судьялар. Облыс соттарының судьялары лауазымына орташа жастағы 47 жастағы, заңгерлік өтілдері 22 жыл, сот жүйесінде 14,5 жылды құрайтын судьялар. Аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына орташа жастағы 45 жастағы, заңгерлік өтілдері 20 жыл, сот жүйесінде 11 жыл болған судьялар ұсынылды. Осы ұсынымдар алған үміткерлердің тізімі кеңестің ведомстволық сайтында жарияланады. Аудандық соттардың судьялары лауазымдарына арналған конкурстың қорытындысы аудандық соттар судьяларының нақты қазіргі қосымша ашылған бос орындарын ескере отырып кейінірек шығарылады. Бұл тәсіл аудандық соттар судьяларының бос орындарының тізіміне конкурс жарияланған кезде бос болған лауазымдарды ғана емес, сонымен қатар конкурсты қорытындылау сәтіне қолжетімді барлық бос орындарды қамтуға жол береді. Аудандық соттардың судьялары лауазымдағы жаңа бос орындар туралы қосымша хабарландыру келесі аптада кеңестің сайтында жарияланады. Осыған байланысты конкурсқа қатысып, алқа төрағасы мен облыс соттарының судьялары, аудандық соттардың төрағалары лауазымдарына ұсынымдар алмаған үміткерлер кеңестің атына өтініш бере алатындар қаперлеріңізге беріледі.